Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бірінші сыныптың жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы өсімдік бөліктері. Бүгінгі сабақта өсімдік бөліктерімен танысасың. Өсімдік бөліктерінің қызметін түсінесің. Тұқымдардың қалай өнетінін білетін боласың. Сабағымызда кездесетін тірек сөздермен таныс болайық. Тамыр, гүл, сабақ, жапырақ, жеміс, тұқым. Өсімдіктер тірі ағзалар. Олар сан алуан, түрлі ортада тіршілік етеді. Ғалымдардың есептеулері бойынша тек гүлді өсімдіктің 350 мыңға жуық түрі өседі. Тіршілік үшін өсімдіктің алатын маңызы зор. Өсімдіктер өседі, қоректенеді, тыныс алады, көбейеді. Суреттерге қара. Өсімдіктің бөліктерін көрсет және ата. Өсімдік қандай бөліктерден тұрады? Тамыр. Өсімдіктің топырақтағы бөлігі. Өсімдікке қорек береді. Сабақ өсімдіктің барлық мүшелерін байланыстырып, қорек таратады. Сабақтар қатты, жұмсақ, иілгіш, сынғыш болады. Жапырақ қорек жасайды, суды буландырады. Жапырақ өсімдіктің тыныс алатын басты мүшесі. Барлық өсімдіктер бірдей бөліктерден тұрады. Тек олар пішіні, мөлшері мен түсіне қарай ерекшеленуі мүмкін. Өсімдіктің барлық бөліктері маңызды. Олардың әрқайсысы белгілі бір қызмет атқарады. Егер өсімдіктің сабағы мен тамыры болмаса, не болар еді? Қалай ойлайсың? Жарайсың. Дұрыс. Өсімдік өспес еді. Жеміс өсімдіктің бөлігі. Мына суреттерге қараңдаршы. Неше түрлі жемістерді көріп тұрмыз, ә? Жемістердің ішінде не болады? Тұқым. Дұрыс. Тұқым өсімдіктердің көбею және таралуына арналған бөлігі. Өсімдік гүлінің орнында не пайда болады? Ойланып көр. Дұрыс. Жеміс. Жеміс өсімдіктің өнімі. Жеміс өсіп жетіледі. Оның ішінде тұқым піседі. Зерттейік. Тұқым қалай өнеді? Алдымен тұқымды аламыз. Оны ылғалды жерге салып қоямыз. Уақыт өте жылы температурада тұқымнан мұртша пайда болады. Оны құнарлы топыраққа көмеміз. Топырақ бетінен алдымен өсіп екі құлақша пайда болады. Үнемі баптап, су құйып, арамшөптерден сақтап, жеміс бергенше өсімдігімізді күтіп қадағалаймыз. Келесі тапсырма сәйкестендір. Өсімдік бөліктерін мына суреттермен сәйкестендіру керекпіз. Дұрыс. Тексеріп көр. Есте сақта. Өсімдік бөліктері тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс және тұқым. Балалар, бүгінгі сабағымызды қалай түсінгенімізді білу үшін сабағымызға кері байланыс жасайық. Дән түсінбедім. Өскін түсініп келемін. Жеміс түсіндім. Осы сабақты түсініп, жемісті таңдауыңа сенімім мол. Сабаққа көңіл бөлгендеріңе рахмет. Сау болыңдар.